Әлемде тәттіні ең көп байланатын қай ел? Қазақстандық конфеттердің құпиясы неде? Отандық шоколад және карамель өндірушілері шетелдік компаниялармен бәсекелесе ала ма? Бұл туралы толығырақ экспорттық әлеует бағдарламасының келесі санынан біле аламыз. Ағымдағы жылдың бірінші жартысында былтырғы 2013 жылмен салыстырғанда Қазақстан шеттен келетін кондитерлік өнімдерді 17% азайтты. Сырттан жеткізілетін өнімнің бұл түрі 4000 тоннаны құрады. Сомамен алғанда 8,5 миллион ақш долларына тең. Бұл туралы Еуразия экономикалық комиссиясы хабарлады. Аналитиктердің мәліметі бойынша осы уақыт аралығында біздің республика импорт көлемін ұлғайтқан. 2013 жылмен салыстырғанда Ресейден келетін қанттан жасалған кондитерлік өнімдерді ақ шоколадты қоса алғанда 8%-ға өсті. Казнекс Инвест агенттігінің мәліметінше 2008 жылғы деректер бойынша кондитерлік өнімдердің басты импортері ақш. Оның үлесіне жылына миллиард доллар тиесілі. Келесі осы өнімді $500 миллиард жеткізген Германия. Үшінші орын Ұлыбританияға тиесілі. Жылына 484 миллион ақш долларына кондитерлік өнімдер жеткізеді. Сарапшылардың болжам бойынша 2017 жылы жаңа дәмді, жаңа құрамды өнімнің жаңа түрлері пайда болуына байланысты, брендтің көбеюіне байланысты, әлемдік кондитер нарығының жарнамасы күшейіп, 208 миллиард долларды құрады. Алдағы 3 жылда әлемдік кондитер нарығы дамып келе жатқан аумақтар есебінен көтеріледі. Ол ең алдымен Қытай, Мексика, Индонезия және Шығыс Еуропа. Атап өтетін жайт, бүгінгі таңда 10 ірі компаниялардың үлесіне әлемдік кондитер нарығының 54% тиесілі. Және ол компаниялар кедендік одақ елдеріне қызығушылық танытып отыр. Оның ішінде Қазақстан да бар. Бизнес-стат агенттігінің аналитиктердің мәліметі бойынша кондитерлік өнімдерге деген сұраныс біздің елде жыл санап артуда. Және бұл беталыс әрі қарай жалғасады деп отыр. Осы саладағы отандық өндірушілердің үлесіне республика бойынша 40% тиесілі. Әрине қазақстандық өндірушілер бұл көрсеткішті арттыруға тырысып бағуда. Әсіресе Еуразия экономикалық одағының миллиондаған нарығы арқасында. Қазақстанда жасалған маркалы кәмпиттер мен тәтті бәліштерге Ресей мен Беларусьтың мықты бәсекелестері табылады. Ал бәсекеге тек саусақпен санаулы отандық компаниялар ғана төтеп бере алады. Олар қазір кәсіпорынды модернизациялау мен шығарылатын өнімнің түрлері бойынша мәселелермен белсенді түрде айналысуда. Қостанай облысындағы Баян сұлу фабрикасы өз өндірісін жаңарту кезеңін аяқтады. Қазір онда нарық сұранысын зерттей келе шығаратын өнімнің алуан түрлігін көбейтуде. Осы жылы кәсіпорын 40 жылдығын атап өтеді. Сондықтан рецепттер жиынтығында жаңа және бұрыннан танымал болып келе жатқан классика, сүйікті Мишка на севере, Красный шапочка, Каракум, Ласточка, Красный мак та бар. Фабрика жалпы алғанда 200 түрлі кондитерлік бұйымдардан 40 000 тонна өнім шығарады. Печенье, карамель, шоколад, Қостанайда жасалған зефир, Қазақстаннан бөлек Ресей, Беларусь, Қытай, Еуроодақ елдеріне, Орта Азия мен Таяу Шығысқа артылады. Команда работает очень сплоченно. Біздің команда бірігіп жұмыс істейді. Инвестицияға, модернизацияға және басты күшті маркетингті жылжытуға жұмсаймыз. Соңғы 2 жылда біз экспорттың әлеуетін арттырдық. Нәтижесі тіпті жаман емес. Компанияның экспорттық деңгейін арттыруға, сыртқы нарықты дамытуға үкімет ұсынған құралдары септігін тигізуде. Осымен 3 жылдан бері фабрика барлық деңгейдегі салалық көрмелер мен сауда өкілдіктеріне қатысып, нақты тапсырыс берушілерге өз өнімдерінің үлгісін көрсетуде. Прямые плюсы очевидны. Казнекс Инвест экспорт нарығына шығару кезеңіндегі барлық шағындарымыздың 50%-ын өтеп отыр. Ол бізге өте қолайлы. Көрмелерге қатысуда, сауда өкілдіктерін өткізуде, серіктестермен жаңа келісімшарт жасасуда қолдау көрсетіп отыр. Бұл қызметтердің барлығы біз үшін үлкен көмек. Бұдан бөлек үкімет арнайы даму институттары арқылы экспортқа бағытталған компаниялардың жарнамалық шығындарын өтеп жатыр. Қазіргі уақытта маркетинг пен логистикаға кететін шығындарды өтеу мүмкіндігі туралы мәселе талқыланып жатыр. Себебі логистика мәселесі жалпы шығынның 20%-ын құрайды екен. Айтып отырғанымыз дайын өнімді экспортқа шығару және шетелден керекті шикізатты әкелу. Өйткені кондитерлік өнімдерге керекті құрамдастардың 90%-ы шетелде өндіріледі. Отандық шикізатты кондитерлер әзірге пайдалана отыр. Шын мәнінде сапалы алма езбесін, арахис, миндаль және басқа да құрамдарды отандық фермерлер әзірге жасауға шамалары келмей отыр деп өкінеді қазақстандық тәтті жасаушылар. Наши производители на сегодняшний день. Біздің өндірушілер әзірге ондай шикізаттар жасай алмай отыр. Сондықтан да біз оларды батыс және шетелдік компаниялардан сатып алуға мәжбүрміз. Компания.
ақ шоколад пен қанттан жасалатын кондитерлік өнімдерді экспорттауда көшбасшы мемлекеттердің арасында Германия бірінші орында тұр. Жылына 800 миллион ақш долларына сыртқы нарыққа өнім шығарады. Жылына 600 миллион долларға кондитерлік өнімдер шығарып, екінші орынға Бельгия тұрақтады. Үшінші орында Мексика иеленді. Бұл мемлекет 2008 жылы сыртқы нарыққа 432 миллион долларға тәттілер шығарды. Және бұл көрсеткіш жыл сайын артып отыр. Ал қазақстандық әлемдік экспорт нарығына дәл сол жылы 3 миллион долларға өнім шығарды. Бұл 0,5% құрайды. Отандық кондитерлік өнімдер шығаратын өндірушілердің бірі ТМД мемлекеттеріндегі ежелден келе жатқан Қарағанды кондитер фабрикасы. Ол экспортқа жылжыту құралдарын жақында ғана пайдалана бастады. Бұл компанияның тарихы сонау 1941 жылдан басталады. Және бүгінде олар тек бұрынғы одақ елдеріне тасымалдаумен ғана шектелген. Ал кейінірек фабрика иелерінің бірнеше мәрте өзгеруі кәсіпорын жұмысына және сауда бағытына кері әсерін тигізді. Қазір Қарағанды кәмпиттері акционерлік қоғамы жіберілген қателіктердің орнын толтыруда. Что касается Казнекса, то формат сотрудничества с ними... Казнекс Инвестке қатысты айтар болсақ, серіктестік енді ғана басталып келеді. Біз олармен шет мемлекеттерге сапар шегуді жолға қойып жатырмыз. Жақында ғана қызметкерлерімізді Новосібірге жібердік. Ол жақтан жұмысқа деген зор талпыныспен алдағы уақытта бірге жұмыс істейтін нақты дистрибьюторлердің тізімімен оралдық. Бұл алғашқы жетістіктер. Қазір фабрика үшін ең маңыздысы Қазақстанның ішкі нарығындағы жоғалтқан позициясын қалпына келтіру. Тек содан кейін ғана кедендік одақ, Орта Азия, Қытай, Еуропа елдеріне аяқ басу. Алайда компания қазірдің өзінде өнімнің 15%-ын экспортқа шығаруда. Қарағанды конфеттерінің жөн көретін бұрыннан қалыптасқан негізгі ел Германия. Әлем нарығын жаулау үшін жаңа заманауи өндіріс жүйесі мен технология қажет. Мұны компаниялықтар жақсы түсінеді. Қазір компания жетекшілері инвесторлар мен инвестиция іздеумен айналысуда. Компанияның жоспарында терең жаңғыртудан өткізіп, жылына 100 мың тонна өнім шығару. 20% новинок, инноваций. 20% жаңа өнім шығару аздық етеді. Толықтай модернизациядан өткізгеннен кейін біз жаңа өнімдер шығару деңгейін 50%-ға жеткізуді көздеп отырмыз. На 100%. Бірақ әзірге бұл тек жоспар. Қарағанды облысының кондитерлері үкіметтік даму институттарынан осы саланы дамыту үшін инвестициялық қолдау сұрап отыр. Кондитерлік бизнес көп қаржыны талап етеді және пайда табу үшін біраз уақытты қажет етеді. Кейде ол уақыт 20 жылға дейін созылып та кетеді. Сондықтан да бұл саладағы компаниялар мен екінші деңгейдегі банктерде қаржы институттарда жұмыс істегісі келмей. Компанияны толық модернизациялау үшін төмен пайызды, ұзақ мерзімді қаржы керек. Ондай көмекті тек үкімет қана бере алады. Старая советская классика. Кедендік одақ үшін рахат немесе біріккен кондитер тең шартта, ешқандай айырмашылық жоқ. Бірдей техрегламент, бірдей салық заңнамасы. Бұл ортада құқықтық заңнамада келісілген. Бұл елдердің ойыншылардың барлығы бәсекелестіктің бір шартына негізделген. Әрине, үкіметтің көмегінсіз бәсекелесу қиын, сондықтан біз үкіметтен көмек күтеміз. Старый 50. Отандық кондитерлердің пікірінше қай салада болмасын, кәсіпорынды толық жаңғыртудан өткізу ең маңызды мәселе. Жаңа техника мен технология шығарылатын өнімнің алуан түрімен қамтамасыз етеді. Тауардың қаптамасына жаңаша қарау, оның жарнамасына және сатылымға да оң әсерін тигізеді. Қазақстандық конфет, печенье, мармелад және зефир дайындауда тек табиғи шикізаттар ғана пайдаланатындықтан отандық тәттілер шетелдерде кең танымал әрі сұранысқа ие. Отандық тәттілер шетелдерде кең танымал әрі сұранысқа ие. Осы үрдісті кондитерлер болашақта да сақтап жалғастырамыз деп отыр. Экспорт сатылымдарын есептей келе кондитерлік өнімдер классына какао бұршақтарынан жасалған шоколадтық өнімдер кірмейді екен. Оны бөлек есептейді. Шоколад өнімдерін экспорттайтын мемлекеттер қатарында Қазақстан 20-шы орында. Казнекс Инвест агенттігінің мәліметі бойынша 2008 жылы біздің республика 2,5 миллион ақш долларына шетелге осы өнімді шығарған. Бұл салада теңдесі жоқ көшбасшы ел Германия жылына 1,5 миллиардқа шоколад өнімдерін экспорттайды. Екінші орында Бельгия 1 миллиард 200 миллион долларға тең. 2008 жылы шоколад өнімдерін 1 миллиард долларға жуық экспорттап, Италия 3-ші орынға шықты. Бағдарлама Казнекс Инвест экспорт және инвестициялар ұлттық агенттігі акционерлік қоғамның тапсырысымен дайындалды.